geldi deydi. Salime'de baltandayan çıkar bu olacakla. Bizler öyle cestandayan çıkar bu olacakla. Недорожный, хайландырма хамырма. Бата берген атаға деген диплом бергей тұрмыз. Дипломымызда бұлай жазылыпты, батадан жаңылмас үшін. Батасын беріп бақ тілеп, Алладан саулық сұраған, біздерден болсын ақ тілек, жүріңіз ата дін аман, бала шағаның алдында томпаңдап қана жүріңіз, жазмыштан озмыш жоқ деген, ұзақ өмір сүріңіз, сүйсінеміз бәріміз, ақсақал берген батаға, аман боп жүрген әрқашан, мың алғыс, мұқан, атаға. Мен көмекші бар екен министр Вайнбек деген. Ассалаумағалейкум тектілерім, атпасын осы ауылға кептіредім. Бүгінгі 70-ке толып жатқан құдағайымыздың денсаулығы мықты боп, 100-ге келсін. Деп тіледім деп осы жерде бір қойшы. Көптен көп рахмет. Олай болса, ардақты ағайындар, құрметті қонақтар, бүгінгі күнімде мынау ақ түйенің қарны жарылған күн дегенде, сондай-ақ бұрын қазақ атамыз айтқандай, айтады ғой енді, бір оқпен екі қоян атқан деген. Ол рас білесіздер ғой. Сондай-ақ жәнегідей шалқардай бауырымыз, жәнегідей осындай құдағиымыз 70-ке келіп отыр екен. Шалқарымыз 10-8-іне келіп отыр екен. А мен бірақ бір оқпен 2,5-3 қоян атты деген көрген жоқпын. Өйткені неге дейсіздер ме? Өйткені мынау қазір арадарыңызда осы дастархан басында отырған, анау ат арытып, Қатон Қарағайдан келіп отырған құдағиымыздың құдағиы Қатияш апайымыз кеше ғана осы айымыздың суық қақаған аязда 20-сында туып 50-дің 5-іне келіп отыр екен. Сол кісіге де бір ту болса қойсаңыздар керек. Айтады ғой енді, құда 1000 жылдық, күйеу 100 жылдық деп жатырмыз. Сондай-ақ мынау енді құдағиларына сөз кезегін берейік деп отырмыз. Мынау және айтып жатырмыз ғой. Кешіп келгендерге, ең бірінші келгенге, жақсы ән айтқанға, жақсы би билеген адамдарымызға, қонақтарымызға үлкен сыйлықтарымыз бар. Сондай-ақ қазір мынау сөз кезегін бермес бұрын жәнегідей айтып кетіп жатайық. Кешіп келген қонақтар дейді, бәрекелді. Айтқаныңа көнетін, подаркасын беретін, қашан көрсең көп тойға, кешігі бәр тез келетін. Алладағы деп сағым, әйтеуір тойды табатын, 3 сағат ерте шықса да пробкада тұратын. Айтқанына сенеміз, кеш келсе де көнеміз, кешікпесін деп ертең. Қайрат, Есбол, Гүлнар, осы дипломды сіздерге береміз. Қошемет береміз. Қатила, Нұролда, Қайырқан Ғапиза, Ерболат, Өскенгүл, және де кешіп келіп жатқан Есбол, Қайрат, Асанәлі Ашымов, Кәрім Нәсімов, Алтынбек Қоразбаев, Нұрсұлтан Назарбаев,
Шамил Басаев, Айбек Бошаев деген құда-құдағиларына қане мың сәлем деп, ду қол соғып, музыканға бөлмек. Қатысбек күндар, Фатила Нұролда, Қайырхан Артизай. Бес бала мен әйелім бойлап. Ой, жеңгем үйлендім, ой, жеңгем үйлендім, ой, жеңгем үйлендім маған. Бәрекелді. Олай болса, сөз кезегі өзіңіз. Ол енді құрметті қауым, ағаттар, сізге елін таныстыра кетейік. Той жасап отырған осы құдағидың баладары ерікпен бақытгүлдің ерікті бажасы болып келем, бақытгүлдің жездесі болып келем. Атым Қайырхан. Өзім Қаратай елінен келіп отырып қатынды. Үйрек қауымның суығына қарамай, енді бешақ кішкене жайылды оңына жаққа қарағанда. Бүгін құдағидың 70-ке келген, балыстың шалқарын 18-ке кәмелет жасқа толғанынан келіп отырмыз. Ал енді құдағи, туған күніңіз құтты болсын. Деніңіз сау болсын, басыңызға бас қосыла берсін, немере шөберелеріңізді сүйіңіз, деніңізге саулық тілейін. Бала-шағаңыздың қызығын көріп, сол балалардың арқасында күліп ойнап, ортасында жүре беріңіз. Келесі сөз. Енді құрметті жұрағаттар, бүгін біздің ең асыл алтын құдағиымыздың 70-ке толған жасына барлығымыз жиналып отырмыз. Мен Бақытгүлдің үлкен апайы болам. Жездесі келе алмай қалды. Анау Катондан алыс жерден келіп отырмыз. Аязын суығына қарамай құдағиымыздың ақ көңіліне ақ пейілі үшін. Бір үйден бір кісі шығып келдік. Шамамыз келгенше құдағи, енді сізге тілерім бағанадан барлық менің ойымдағының барлығын алсындарыңыз, ана күшім жақтан келген сол кісілер жақсы жеткізді деп ойлаймын. Мен де енді сізге құдағи болғалы көріп білген 20 жылдан асып кетті өзі Бақытгүл мен еріктің. Сіз Бақытгүлді қалай сыйлап жақсы көрсеңіз, бізді сөйтіп жақсы көріп, бір тойымыздан қалмай бірге ойнап күліп, ақ көңіліңізбен келіп жүрдіңіз. Бізді ерікті қалай жақсы көрсек, еріктің туыстарын сізді өте қатты сыйлаймыз құдағи. Деніңіз сау болсын, 100-ге келсін, жасыңыз аман болсын, басыңыз. Немере мен шөберелеріңіздің барлығын артыңыздан жетектеп, үлкен асулардан асыңыз деген келеді. Құдағи, сіздің осы жасқа дейінгі көрген қиындық, бүкіл бейнеттеріңіздің барлығы артта қалып, осыдан былай тек қана жақсылық көріңіз. Немерелеріңіздің барлығын бағына көрсетіп айтып жатыр, енді соншама шөбере ертіп жүріңіз артыңызда, құдағи. Сізге тек жақсылық тілеймін, осындай жақсы қалпыңызда, арамызда әлі де сіз керексіз, ақылшы болып, кәртейіп, 100-ге келіп отырыңыз. Сол тілерім. Бір осы құдағиларымда. Құдағи, сіз міне осы әулеттің бәйтерегі, сіздің бұтақтарыңыз, осы балаларыңыз, енді осы балаларыңыз бұтақтың жемісі, сіздің шөбере немерелеріңіз, енді осы немере шөберелеріңіздің қызығы, осылардың қуанышын, ыңғай жақсылығын бірге осы балаларыңызбен бірге тойлап, осы жақсылығын ыңғай сіздің осы дастарханыңызда бола берсін, енді деніңіз сау болсын, отбасыларыңыз, бала-шағаларыңыз қызығын көре беріңіз, қызыққа тоймаңыз. Ерік Бақытгүл, бүгін мынау апаларының 70-ге толғаны, ұлдарының 18 жасқа толғанын барлығын біріктіріп, осындай бір үлкен дастархан жасаған екенсіңдер. Енді бір осы бүгін айтып жатқан көп сөздер, тілектер Құдайдың құлағына шалынып, тілектерің орындала берсін. Мына апаларының бағанадан бері айтып жатыр, қаншама бізді мағлұмат ақын алып жатырмыз, сол апаларының бейнеті көп болған екен. Енді мынау сол өмірдің бір зейнеті шығар. Мына біздің құдағиымыз бүгін міне бақытты бір адамдардың бірі болып отыр. Себебі мынау балалары
осы уақытқа дейін көрген бейнетін бағалап, мына бір ападарының 70-ге толғанын, осындай үлкен дастархан жасап, өзінің құралпастарын, немередерін, шөбереден туған туысқандардың бастарын қосып, тойлатып жатыр екен. Осы той қабыл болсын. Тағы да жаңағы өзіңізбен бірге тойлап жатқан немереңіздің 70-ге келгенін тойлап, сол тойда мәртілдеп, шөберелеріңізді, шөпшектеріңізді сүйіп отыра беріңіз. Той-тойға ұласа берсін. Сіздерге де жақсылық тілейміз. Осы тойда тұрған тойшыларға. Сәл тынышталайық. Емеде шөбердердің ойымызсын көрдіңіз, деніңіз сау береді, деніңіз саулығын береді. Көп басқа түтін кетірмейм осының. Алыңдар, құрметті қонағыз, мына 70 жасқа толған туған күніңіз құтты болсын. Ешқашанда кәрдеймеңіз, осылай өлеңіңізді айтып, бала-шағаңыздың арасында ауырмай, сырқамай жүре беріңіз. Деніңіз сау болып, әрқашанда осы дастарханда, тек қана дастархандарыңыз жақсылыққа жайыла берсін. Ал енді мен өзім таныстырып кетейін, мен Бақытгүлдің жеңгесімін. Бақытгүлдің ағасы келе алмады бір себеппен, оған кешіресіздер. Оның орнына мен келдім. Бәрекелді. Қойды. Мен сол үшін құлағыға үлкен, енді қайтпайтын үлкен, аспанмен теңесіп тұрған кепір қосақтай үлкен денсаулық сыйлағым келеді. Бұл кісінің балалары аспандағы жұлдызы болсын, біздің құлағый аспанымыздағы айымыз болсын. Мен сол айдың жанында бір күн керек, ол күн бір күні ол кісіге келетін шығар деп ойлаймын. Мен сол үшін біз құлағайден бүгін сұралап қойдық. Сол күн құлағайдың жанындағы бір жақсы бір пенсионер ата болсыншы деп ойлаймын. Енді осымен осы құлағайыма жақсылықтан тілейтіндей кешеден тілеп жатырмын. Сол жүрегіме сыймай тұр бір жақсы әнім бар еді, соны айтып берейін деп тұрмын. Ағараққа тойсаң, ақ қойыңды сойсаң, соңына болар қызық той. Ағараққа тойсаң, ақ қойыңды сойсаң, соңында болар қызық той. Той құдағи той, қызылға бір той, қызылға бір тойсаң, қызыл қойды сойсаң, соңында болар қызық той. Қызыл қойды сойсаң, қызылға бір тойсаң, соңында болар қызық той. Болар қызық той. Сыраға бір тойсаң, сары қойды сойсаң, соңында болар қызық той. Бәрекелді. Той құдайдың несі бестейді. Бүгін міне немереңізбен той тойлап жатқан екенсіз. Тойыңыз тойға ұласа берсін деп, міне тілеулес болып келген қонақтар сіздерге осындай тілегімен отыр екен. Мөлдір бұл баққа жалғадыңыз, өмір жолын тек бізге арытадыңыз. Мұнда отырған құда-құдағи, туыс жарандар, көрші-көршілер, мұқым ауыл-ауылдастар, алыстан келген замандастар, құрдастар бәрі бірге жәтемнің 70 жылдық жаңа ғана сәби болып келген тойына бәрің бірдей көріп жатсыңдар, бәрің бірдей бақытты, шаттықты тілеп жатсыңдар. Оның бәріне қосылам. Ары қарай айтатын кісілер көп шығар. Енді айтатын кісілер менің жұбайым бар, Бағдагүл деген.
оны біз ақтай аламыз ба алмаймыз ба оны енді өзіміз нетеміз енді көрген бәріміз жеткізіп келе жатқан мен де сіздің балаңыз болдым үлкен келініміз енді бір ағаға да бір үлкен ағаны мен ғана көрдім ғой деймін осы жерде күйеу бала келіндерінің арасында енді қасымызда болса бір дос еді ол кісіге де көп рахмет бәрін жеткізіп кеткеніңіздің деймін шалқаны өзім балам батып өз кәкемнің туған күні босанғанда кәкеме подарка дегенбіз айтып соңынан әлі күнге дейін өзімнің кіндік баламын содан енді мына бақытты өзі бәрімізге өзі көмектесе алмаймын енді ерікпен бақытты болғаннан кейін өзі танығаннан кейін сол бәрілерімізге рахмет көкелерімізге кәкеме көп кез алып келіп арамызда әрқашан өстіп жүре берсін қалай туған туыстар көршілер туған туыстар көршілер ауылдастар міне құдағилар бәрілеріңізге де рахмет дегендеріңізге мына қыстың суық қасаға кезінде бәрінен бұрын тәтеме 70 жасқа толған мерейтойымен және бауырым шалқардың музейге толған мерейтойымен құттықтаймын. Сол үшін бәрілеріңізге денсаулық, Кавказский денсаулық тілеймін. Бәрі артынан болып жатыр. Осымен бәріліктен тілектерін қостаймын. 70 жас осы мерейтойыңыз құтты болсын. Сіздердің шаңырақтарыңыздан жаңағы кіріп отыр. Жаңағы танысып жатыр, кішкене толықтым. Біраз. Енді балапандарыңыз аман болсын. Кішкентай немерелеріңіздер аман болсын. Сіздің қуатыңызды берсіңіз. Бүгінгі үлкен мерейтойдың есімі отырған біздің анамыз Ақжалықта. Анамыз 70-ке келіп отыр. Ұлымыз 18-ге келіп отыр. Мен Шалқарға босанғанда менің анамыз 52 жаста болды. Менің тәтем қандай жас болған деп қатты жоқ анамыз. Бүгінгі қауымға рахмет айтамын сіздердің сыйлап біздің анамызды, ұлымызды қадірлеп келіп отырғандарыңызға. Барлықтарыңызға рахмет. Ең бірінші біздің анамыз қазір менің әкеме де шешемнің орнына да әке шешеп отырған біздің сол үлкен апамыз тәтеміз. Сізге денсаулық тілеймін ары қарай жүре беріңізге. 80-ге тоңыңыз, 90-ға тоңыңыз, 100-ге келіңіз.